12 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Ассалаумағалейкум армағайын, бағдарламамыздың кезекті санында шаһар орталығында орналасқан матрас шығаратын кәсіпорынға келдік. Ендеше осынау өндіріс ошағының жұмыс барысымен бірге танысайық. Авероматрас фабрикасы 2016 жылдан бастап матрас өндірумен айналысады. Содан бері кәсіпорын 8 жылға жуық уақыт табысты жұмыс істеп келеді. Кәсіпорында 35 адам тұрақты түрде еңбек етеді. Қазақстан нарығында Авероматрас фабрикасы сауда белгісімен танымал өнімге деген сұраныста жоғары. Өнім еліміздің түкпір-түкпіріне жөнелтілуде. Қазірде компания ортопедиялық серіппелі матрастардың тәуелсіз серіппелі блокты, серіппесіз, мақталы, поролон сияқты 30-дан астам түрін жасауда. Шахназар мырза, енді осы сіздерде шығарылатын бір матрастарға жекелей тоқталсақ, енді өзіңіз бір таныстырып өтсеңіз. Мысалға, бізде мына жерде шоурум бар. Біз өзіміздің тұтынушы клиенттерімізді осы жерге шақырамыз. Ол әр клиенттің, әр тұтынушы клиенттеріміздің өздеріне ыңғайлы матрас алғанын қалаймыз. Әр адамның салмағы әртүрлі болады. Сол салмағына қарай өзінің жатып, өзіне айтқан кезде комфортны матрасты алады тұтынушы клиенттеріміз. Мысалға, мынау хард деген матрас, бұл матрасымыз бір жататын орын 180 килоны көтереді. Бұл ең салмақты адамдарға сатылатын матрастар. Одан кейінгі баланс оптима деген матрасымыз, бұл матрасымыз бір жататын орны 130 кило адамдарды көтереді. Бұл матрастардың бәріне жаңағы сіздерге көрсеткендей қатты боковиналар салынады. Одан кейін қазіргі біздің нарықта ең жақсы өтіп атқан матрасымыз релакс. Жаңа столда тігіп атқан осы релакс деген матрасымыз. Бұл да бір жататын орны 130 килоны көтеретін матрас. Бізге және де бізде Қызылорда қаласында өзіміздің магазиніміз бар. Шымкент қаласында, Қарағанды қаласында және де Астана қаласында. Енді сіздердің өнім Қазақстанның қай жерлеріне барады, қай қалаларға? Мен жаңа айтқандай, бірінші Астана қаласы, Қарағанды, Шымкент қаласы, Қызылорда. Алматыда біздің енді ашылып жатыр, кішігірім магазиніміз. Ол жерде де жай жұмыс басталып жатыр. Кімде-кім болсын жұмсақ әрі ыңғайлы төсекте демалғанды ұнатады. Ал ол үшін матрас сапалы болуы шарт. Сонда ғана адам жайлы жатады. Сол себепті Авероматрас фабрикасы әр тұтынушының талғамына сай матрастарды дайындап шығарады. Арғы жақтағы көрсетілген станок, бұның барлығын өзі майыстырып, айналып спираль формасын береді. Бұл спираль формасы неліктен керек? Мысалы, бұл адам жатқан сайын спиральді форма ол өз орнынан тайып кетуі мүмкін, егер бұндай формада қатты қыстырылып тұрмаса. Ал енді осы темірлеріміздің барлығы өзімізде жасалады, өйткені біздің компания сапаға үлкен мән береді. Айта кетейік, ортопедиялық матраста мұндай серіппенің 256 данасы болады. Қарапайым матрасқа 156-сы орналастырылады. Ал келесі цехта жұмысшылар осынау өнімнің тұтынушыға жайлы болу үшін іші сыртын сапалы өніммен қаптайды. Матрас шығару, бастапқы шығару осы цехтан басталады бізден. Біз матрасты мысалы термовоникпен басталады. Біз кесіп, бәрін метрмен бәрін жөндеп аламыз. Одан кейін кокосовый койра деген саламыз, чтоб қатты болу үшін, ұзаққа шыдау үшін матрас. Бұл цехта офистен заявка келеді. Заявка келгеннен бастап матрастар жиналады. Матрастар, бірінші матрас, термовойк деп айтылады. Термовойк дегеніміз қазақша айтқан кезде бұл кигіз деп айтылады. Осы кигіз салынады. Одан кейін әр матрастың салынатын өздерінің прослойкасы болады. Мысалға, прослойка деген кокосовый лист салынады. Бұл матрасқа қаттылық беріледі. Оның үстіне
әртүрлі поролондар салынады. Поролон дегеніміз жаңа сіздер көргендей, мынандай ребрусный поролондар бар. Одан кейін мына латекс деген материал. Бұл латекс деген материалымыз бұл кішкене салқындық беретін материал. Одан кейін мемори деген материалымыз бар. Мынандай өте керемет, адам жатқан уақытын кішкене сақтап тұратын материалдар. Одан кейін матрастың жаңа айтып атқанымыз шетіне салынатын мынандай қатты материал. Бұл специально біз өзіміз ойлап тапқан материалымыз. Осы салынады. Адам отырған кезде, жатқан кезде матрастың шеті басылмайды. Біле білсеңіздер, дүниежүзілік фабрикалар матрас жасау технологияларын жетілдіруге әркез ұмтылады. Отандық кәсіпорындар да олардан қалыс қалып жатқан жоқ. Заман талабына сай түрлі матрастарды дайындап, сатылымға шығаруда. Ал келесі кезекте матрастың әр бөлігіндегі матасы белгілі бір өлшеммен кесіледі. Қанша матрас келгені, қанша матрас заказ болды, мысалы алдыңғы күні сол заказды бізге күнделікті азында беріп отырады. Сол азында бергенде қанша матрас бізге заявка түсті цехқа, соны әкеп береді бізге. Соны өстіп матасын алып, кесіп, орай береміз ғой. Бұл 2 адамдық матрастар ғой. Енді бізге заявка қалай түседі, солай кесе береміз ғой. Бізге бір адамдықтарда түсе береді. Сол атталып кесе береміз. Шамамен 20-дан аса ғой. Матрасқа кесеміз. 2 бетін есептегенде 40, одан да көп болуы мүмкін. Әр матрастың өзінің матасы болады. Мысалға жаңа мемори деген матрас бар, оның матасы бөлек. Релакс деген матрас бар, оның матасы бөлек. Баланстық бөлек деген сияқты. Әр матрастың өзінің индивидуально дейді ғой. Бірыңғай өзінің, әрқайсының өзінің матасы бар. Соны арнап кесеміз мысалға. И әр матрастың өзінің шеті болады, боковина матрасы болады. Сол матасына да арнайылап кесіледі. Меморидке өзінікі ерекше болады. Ендігі кезекте матраста қаптау қажет. Бұл жұмыс тігіншілерге жүктеледі. Ал енді біздің матрастарымыз арғы жақтан клейкадан кейін шыққаннан кейін осы жаққа тігін машинасына тұрып тігіледі. Біздің мастеріміз тігін машинасын Темірлан аты. Қазіргі уақытта біздің Темірлан 7 жыл жұмыс істейді. 7 жыл матрастарымызды тігеді. Біздің компаниямыз 8 жыл осы биыл жұмыс істеп жатыр. Барлық матрастарымыз сапалы, ортопедиялық болып келеді. Түрлері бар, 30-ға жуық модельдеріміз бар. Енді шетінен қарасаңыздар, бізде тағы да ручкілері бар матрастардың, тағы да аэратор дегендер, ішіндегі материалдар демалу керек, өйткені осымен сапаның барлығы білінеді. Әрбір материалымыз біздің сертифицированный болып келеді, сертификаттармен. Біз және де поролон фабрикасының представитель болып келеміз осы Тараз қаласында. Сол үшін бізді барлық клиенттеріміз таңдайды. Не себептен? Өйткені матрастарымыз өте жоғарғы сапада. Кәсіпорында 30 түрлі матрастың айына 1000 жылына 18.000 данасы шығарылады. Өндіріс ошағы арнайы бекітілген өлшемдегі өнімді ғана емес, кез келген көлемдегі тапсырысты қабылдай береді. Қала орталығында орналасқан фабрикадан қалтаңыздағы қаражатыңызға қарай қалауыңыздағы матрасты ала аласыз. Тіпті матрастың кез келгеніне жатып тексеріп көрсеңіз де болады. Мысалға бізде жиһаз жасайтын кісілер сатып алады матрастарды, немесе өзінің үйлеріне, қонақ үйлерге, түрлі мекемелер бізден матрастарды алады. Қазіргі уақытта Қазақстанның бүкіл қалаларына кетеді. Өйткені біздің матрастарымыз олар өзгеше болып басқалардың қасында көрінеді. Не себептен десеңіздер, өйткені біз бағанағы айтқандай мәнге, сапаға үлкен мән береміз. Сату жүйесі бізде онлайн және офлайн түрде жүреді. Яғни әрбір қалада өзіміздің мысалға жиһаз сататын кісілер болса, олар біздің матрастарымызды көрсетеді. Егер шоурумдарымыз болса, сол жақта сатылады. Онлайн түрде біз оның барлығын Каспи арқылы сата аламыз, не бір осындай маркеттарымыз бар, солар арқылы сатамыз. Айтпақшы, аталған кәсіпорын тек матрас өндірумен айналыспайды, көздің жауын алар есіктерді де жасап шығарады. Мұндағы есіктердің дүкендегіден айырмашылығы таза табиғи ағаштан жасалады. Сондықтан олар оңайлықпен сыр бере қоймайды дейді мамандар. Есік жасаймыз. Ішкі есіктер алғашқы ашылғанда тек қана бір видтағы есіктер жасайтынбыз. Қазір кішкене расширяция етіп,
неше түрлі тапсырыс бойынша әртүрлі дизайндағы есіктер жасаймыз. Размерлерін әртүрлі қыламыз, түрін, түсін, бояуын дегенде. Есіктеріміз Тараз қаласы, Шымкент, Қызылорда, Астана қалаларына, Ақтөбе қалаларына тапсырыс бойынша жасап, қазір сол қалалармен жұмыс істеп жатырмыз. Қазіргі магазинде, базарда сатылып жатқан есіктерден айырмашылығы бізде ал бірінші очередь сапалы материалдан жасаймыз. Есіктің салмағы да болады. Сосын кез келген размерге жасаймыз. Мысалы, магазинде, базарда тұрған есіктер стандартный размерде болады. Біз кез келген кіші, үлкен клиенттің сұранысына қарай, ыңғайына қарай жасап бере аламыз. Сонда мүмкіндігіміз бар.